Балалар, бүгін 2-ші сынып математика сабағынан 69-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы фигуралар тізбегі. Бірінші тапсырма: келесі қандай жаттығу түрі орындалады? Жаттығулар тізбегін құрастыр. Енді бұл жерде біз жаттығуларды тізбегін құрастырамыз. Сұрақ белгінің орнына бірінші, екінші, үшінші, төртінші жаттығулардың қайсысын орындаймыз? Бірінші сұрақ белгіде екі қолымызды көтеріп, бір аяғымызды көтереміз. Төртінші тұрады. Келесі сұрақ белгінің орнына екі қолымызды көтеріп, аяғымызды екі жақ қарап ашамыз. Және бұған үшінші. Келесі тапсырма: қалдырған фигураларды ата. Заңдылық бойынша орындаймыз. Шаршы, орташа шаршы, кіші шаршы. Дөңгелек, орта дөңгелек, кіші дөңгелек. Үшбұрыш, орташа үшбұрыш, және бұл жерде бізде кішкентай үшбұрыш болады, және сары түсте. Екінші заңдылықта, екінші қатарда бізде көк түсіміз жоқ, осындай көк түс қоямыз. Үшінші қатарға бізде осындай қызыл түсте дөңгелегіміз жоқ. Төртінші қатарда сары түсте төртбұрышымыз жоқ. Келесі тапсырма: фигуралар тізбегін жалғастыр, өзің тізбек құрастыр, досыңа оны жалғастыруын ұсын. Балалар, сіздер үйлеріңізде болмаса сыныптастарыңызбен бірге қосылып осы тізбекті ары қарай құрастырсаңыздар болады. Келесі тапсырма: сандардың ретін анықта. Қай бала дұрыс тұрған жоқ? Өз сандар тізбегіңді ойластыр. 20, 18, 16, 12, 14, 18, 6. Бұл жерде бізде бір бала алдыға сырғып, алдыға жылжып кеткен. Ол 20, 18, 16 жұп сандар, 16 және бізде 12-міз 14-тен кейін тұру керек. 14, одан кейін 12, 18, 6. Осылай сандар тізбегін жазып шығамыз. Келесі тапсырма: есептерді шығар. Спорт залда таңғы жаттығуға 14 ұл, олардың 7-еуі артық қыз сапқа тұрғызылды. Барлығы неше бала сапқа тұрғызылды? Енді 14 ұл және 14 қыз болады бұл жерде. 14 қосу 14 тең болады 28. Енді одан 7-еуі артық қыз деп тұр, қосамыз, 7 тең болады 35. Бұл жерде 14-ке 7-ні қосамыз, сол кезде қыздың саны шығады. 14-ке қосамыз, 7-ні тең болады 21. Бізде 21 қыз бала екен, 14 ұл бала екен. Барлығы 35 бала сапқа тұрғызылды. Келесісі: спорт залда 12 футбол добы, одан 4-еуі кем волейбол добы бар. Ал футбол мен волейбол добы бірге қанша болса, сонша теннис добы бар. Залда неше теннис добы бар? Енді 12-ден аламыз 4-ті тең болады 8. 12-ге қосамыз, 8-ді тең болады 20. Бізде 20 теннис добы бар екен. Келесі тапсырма: кім қай доппен ойнады? Балалар, бұны сіздер өздеріңіз сызып шығыңыздар. Сызба бойынша жарас, еділ, сәуле. Біреуі теннис добы, футбол добы және баскетбол добы берілген. Теннис добы, футбол добы және баскетбол добы. Сызбаны сызып, дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.